Фатиха сүресін ғалымдарымыз айтады ғой, осы Алладан сұраудың дейді әдебін келтірген дейді. Фатиха сүресін біз күнде оқимыз, әр намазда оқимыз. Сонда қарасақ, бірінші біз бір адамға баратын болсақ, ғалымдар айтады, бір адамнан бір нәрсе сұрауға келетін болсақ, әкімге болсын, басқа болсын, біз жағдайымызды айтуға кіріп барсақ, бірінші жағдайыңды айтпайсың ғой дейді. Енді бауырым, міне Алла ісіңе береке берсін, сіз осындай боп тұр деп, бірінші әлгі адамның жақсы сипаттамаларын, бойындағы қасиетін ескертіп барып, енді бауырым өзіңе сеніп келіп отырмын деп барып, адам өзінің қажетін айтады. Міне сол нәрсені Құранда бізде Алла Тағала Фатиха сүресінде бізге үйреткен. Бірінші біз Құдайға мінәжат жасаған кезде Әлхамдулиллахи Раббил Аламин. Ей Алла, сен бұл әлемдердің Раббысысың. Сен сондай мейірімдісің, рақымдысың. Сен қиямет күннің патшасысың. Мен саған ғана құлшылық етем, сенен ғана жәрдем сұраймын деп Аллаға мақтау сана айтқаннан кейін барып не деді? Ихдина сиротал мустақим. Аллахым, мені тура жолға бастады. Негізгі пенде тура жолды сұрап келген етті, бірақ сол Құдайдан сұрамас бұрын бірінші Құдайын тану керек ол. Сен Раббым, әлемдердің Раббысысың. Сен қаласаң, Алла не дейді? Субханака Аллахумма ва бихамдик ва ашхаду ан ла илаха илля ант ва астағфирука ва атубу илейк ла хаула ва ла қуввата илля билла десе дейді. Ол пендем маған дейді, аспан мен жердің арасындай күнәмен келсе, мен оны кешемін деген. Көрдіңіздер ме? Мен күнәһармын. Құдай мені қабыл етпейтін шығар. Мен қалай ол мына кір қолыммен оған қол жайып сұраймын деп сен налыма. Сен біл Құдайыңның рахим екендігін. Сен қанша қателік жіберсең де, қанша қарсы шықсаң да, сені әкең не істейді? Ата-анаң кешеді ғой. Ал Құдайдың пендесіне деген рахымы, ол ата-ананың рахымынан үлкен. Сен сондықтан күдеріміз, көрдіңіздер ме? Бірінші біз пайғамбарымыз Айша анамызға үйреткен кезде не деді? Аллахым иннака каримун. Сен кәрімсің, сен жомартсың. Көрдіңіз бе? Және сен деді, кешіруді жақсы көресің дейді. Сондықтан хадисте келеді, егер адамдар күнә жасамай қойса дейді, Алла ол қауымды жойып жіберіп дейді. Бір күнә жасайтын қауым жаратып дейді, сөйтіп әлгі қауымның дейді истиғфар тілеуін Алла қалар еді дейді. Сондықтан біз жасаған күнәмізді истиғфар тілеп, кешірім сұраған сайын Алла бізді сүйікті. Өйткені ол өзінің жасап қойған күнәсі мойында келіп отыр ғой. Құдайының күнәні кешетіндігіне, Құдайының барлығына сенген адам келіп қана ол күнәсіне истиғфар сұрайды. Соны Құдай сүйеді. Сондықтан біз тауба қылған сайын Алла бізді сүйе түседі. Сондықтан не деді? Аллахым деді, сен кәрімсің, және сен кешіруді жақсы көресің дейді. Қараш, сен енді бізді кешірші деді. Көрдіңіздер ме? Сондықтан біз Аллаға бірінші дұға қылған кезде сол дұғаның әдебін бізге Фатиха сүресі үйретіп тұр. Бірінші мақтау айту керек, сан айту керек, Алланың сипаттамасын айту керек. Содан кейін барып не істеді? Ихдина сиротал мустақим. Енді бізді тура жолға салшы деді. Міне қараңыздар.